Армысыздар достар, YouTube каналымызда келесі подкаст. Бүгінгі қонағым спикер Айбек Қуатбай. Айбек Қуатбай бірнеше идеялардың авторы. IT-ге қатысы бар, білімге қатысы бар. Мен бұрын Дарын онлайн жөнінде білетін, жақында Ордаген деген жоба басталды. Тағы қандай жобалар басталайын деп жатыр. Алдымен армысың. Армысыздар, құрметті көрермендер, Есен ағаның жазылушылары. Есен аға, рахмет шақырғаныңызға. Бізде енді бірнеше жоба бар. Өзіңіз айтқан Дарын онлайн жобасы, одан кейін Ордаген жобасы, сосын бүгін KZ деген жобамыз бар. Тағы да бірнеше жобаларды тестілеуден өткізіп жатырмыз. Алдағы уақытта жарыққа шығарып, сіздерге таныстыратын боламыз. Жоба шығады, белгілі уақытында ол өзінің, мысалы үшін енді бір миссиясы болады ғой, аяқталады, немесе өміршең кете береді. Оны өзгертіп отыру керек. Солай ғой? Солай. Барлық жоба осылай ма? Бізде бірінші жобаға бірден көп ресурс салып жібермес үшін MVP деген бар, минималды өміршең жоба. Соны жасап, тексеріп көреміз 3-6 айда. Егер де қолданушылар көбейіп жатса, қызығушылық артып жатса, ары қарай көп ресурс салып, соны шынымен өмірдегі бүкіл жағын жетілдіріп, пайдалы жобаға айналдырамыз. Енді жоба әрқашан гибкий болу керек деген, өзіңіз айтқандай, гибкий болуы міндетті. Себебі күн сайын заман өзгеруде, адамда талғам өзгеруде. Соған байланысты біз дамытып өзгертіп отырамыз. Бір күні қызыл көйлек, бір күні көк көйлек, бір күні басына көзілдік деген сияқты әртүрлі ғой. Бірақ негізгі ортасында бір өзегі болады ғой. Өзегі болады. Мысалға, Дарын онлайн өзегі ол сапалы білімді қолжетімді ету. Сен оны қандай жолмен етесің? Енді өзің қара. TikTokпен етесің ба, Instagramмен ба, платформамен ба? Жолдары көп. Бірақ бәрібір өзегі қалу керек. Edutainment қолданыңдар ма? Edutainment дейді ғой жаңағы. Education плюс entertainment дейді ғой. Біз соны қазір көп қолданып жатырмыз. Ол деген сөз жаңағы ойындар арқылы. Балаға мысалға мынау екі алманы қосу, алманы бүйтіп үлкейтіп жіберу деген сияқты. Немесе екі арбаны қосып бір машина қылып жіберу деген сияқты. Олардың бәрін ойлап табу, креатив керек, қаншама адам керек. Бұның түбі бар ма жалпы? Енді контент жасаушылар әрдайым, өзіңіз білесіз, тапшы және әрдайым контент қымбат тұрады. Технология деген бір жасайсың. Facebook, Uber'дің артықшылығы неде? Контент жасаушыларды қосып қойған. Өздері контент жасамайды. Дарын онлайн Ордагенде біз контент жасаушымыз әзірге. Біреулермен бірікпейсіңдер ме? Жоқ, біз жаңағы Netflix немесе басқа да YouTube сияқты болу үшін бірінші аудиторияны таңдап алуымыз керек та. Біз қазақ тілді аудиторияда контент жасаушылар аз. Сен қанша платформа жасап қойғанмен, саған келіп күніге 100 контент беретін ешкім жоқ. Оны мысалға Facebook'тан алуға болады, айналдырған 100 блогер бар ғой. Күн сайын соларды оқып отыр бәрі. 100 блогерді 100 мың адам оқып отыр ғой. Сонда көрдіңіз, Facebook'та жазудың өзінде 100-ақ блогер жиналды, былайша айтқанда. Мынау сызу, edutainment жасау, ойын жасау, видео түсіруге 100 адам түгілі 10 адам мәрең тапсан қуанасың. Олар сарқылады ғой. Олар бір күні 100 контент беру мүмкін, ертесіне 0. Сенің көрерменің, аудиторияң сені қарап отырмайды ғой. Бүгін ештеңе жоқ па деп. Сондықтан өзіміз жасаймыз, өзіміз әрдайым өзіміз. Бірақ Netflix-та басында солай болған екен. Кейіннен сыртқа берген. Қазір қайтып 30%-ын өзіне алып жатыр, себебі сыртқа бергенде шектеулі бәрібір де. Сол сияқты бізде нарықты кеңейту арқылы, яғни басқа да нарықтарға шығу арқылы сондай платформалық модельге өткіміз келеді. Және мысалға индонезиялық тілде түсірілген сабақтарды немесе контентті қазақ тіліне аударып бергіміз келеді. Бірақ ол өте ме өтпей ме пока тексерген жоқпыз әзірге. Жақсы. Жасап жатқан шаруалардың көпшілігі жаңағы application дейді, қосымшалар, сайтқа байланысты барлығы айналып келген кезде IT мамандардың енді тікелей қатысуымен. Сенде де біраз IT маманы бар. Өткенде андай әңгіме шықты жаңағы, біздікі жарамайды, біз тупикке келіп тұрмыз, егов деп Ресейге беру жөнінде. Жалпы шынымен біздің IT мамандардың әлеуеті әлемдік деңгейде қалай бағаланады жалпы? Бізде көп балдар сыртқа шығып жұмыс жасап жатқан балдар бар. Енді жалпы Ресейде мен мойындайтын Яндекс деген бір ғана компания бар. Әлемдік нарыққа шығып өз-өзін дәлелдеген, ешқандай бір мемлекеттің қолдауынсыз деп айтайық, өзінің жобаларын іске асыруда. Дәл сол сияқты Қазақстанда өкінішке орай компания жоқ. Бірақ ол деген сөз біздің айтишниктардың әлеуеті төмен деген сөз емес. Тек шашырап кеткен бізде.
мыкты 10 жигит Google'да жүр, мыкты 20 жигит Facebook'та жүр, мыкты 20 жигит мисалга башка жактарда деген сыяктуу. Солардын баасын бириктиретін бір ортақ бір үлкен бір компания шықпай тұр. Шыққанда оларға қызмет қайдан табылады? Жұмыс қайдан табылады? Жоқ, біздің нарық аз ғой. Жоқ, әңгіме мынада ғой, IT нарық тек қана сол локалды нарыққа қызмет ету керек деген сөз емес. Мысалға бір Қазақстаннан әлемдік компания шығып, басқа да нарықтарға қызмет қылғанда, жаңағы 20-30 жігіттің басын біріктіріп жұмыс беруге мүмкіндік болушы еді. Енді біздің компанияның мақсаты сол, соған ұмтылып жатырмыз, бірақ әлі оған жете қойған жоқпыз. Бізге дейін де 30 жыл енді тәуелсіздікте әлі ондай компания шыққан жоқ. Яндекста сондай компания шықты. Орыстардың немесе жергілікті сол жақтағы тұрғындардың көбісі дерлік, бірінші патриоттылық бар, екінші тура сол жалақыны Яндекста бере алады. Және Яндекс әлемдік компанияға арналғаннан кейін олар сол жерден кетпей жұмыс істеуде. Енді осы жаңағы не дейміз, осы бір түсінік, мынандай түсінік алып келіп жатыр да, ресейлік мысалға бағдарлама жасаушылар мықты деген. Бірақ ол олар өз-өздерін сендіріп алған. Өз-өздерін сендіріп алған соған. Және сондай синдром болмай тұр, бізде сондай сенім болмай тұр да. Сондықтан жаңағы шетелдік компанияға берейік, аутсорсингқа берейік деген. Бірақ бұл жерде сұрақ неге Сбер? Сбер өйтіп өзін дәлелдеген жоқ әлі. Сбербанк ретінде өзін дәлелдеген жоқ. Технологиялық компания былай тұрсын. Сондықтан егер мен ойлаушы едім, бұл егов жүйесін басқа бір шетелдік аты шыққан, мүмкін Microsoft, мүмкін жаңағы Яндекс, мүмкін басқа да бір компания алып істегенде, мүмкін бір нәрсе шығушы еді нәтиже. Яндекс та ресейлік емес пе? Яндекс та ресейлік қой, бірақ мойындауға тұратын компания да. Әлемдік жаңағы IPO-ға шыққан, бәріміз қолданатын қосымшалары бар. Бізде ғана емес, Түркияда да бар. Бізде ғана емес, Өзбекстанда да бар. Сбер ол түсініксіз. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын $50 миллиард ақша салды да, көп нелерді сатып алды. Қазір енді ол Еговтың Govtech жүйесін қалай жасайды, мен таңғалып отырмын. Жақсы, кеше бір маманның пікірін тыңдадым. Сол кезде жақсы, берсін, бірақ біздің мамандардың өсуіне өте кедергісі болады деді. Бұл шешім. Мысалы, біздің IT мамандардың өсуіне кедергі болады деді. Яғни жұмыс жасауына деген секілді. Қаншалықты? Енді ол не үшін 400 компания деді ғой, мен нақты санын білмеймін, мүмкін 400 ақпараттық жүйені бір 10-15 компания жасап отқан шығар. Сонда 15 миллиард игереді екен жылына. 15 миллиардты мысалға 1 миллионнан деп алғанның өзінде 1,5 бола ма, сонда 1,5-дай айтишник жұмыспен, 15 мың айтишник жұмыспен қамтамасыз етіліп жатыр еді. Орташа есеппен. Енді ол 15 мың айтишник қайда барады қазір? Шетелге кетеді. Жалпы шетелге кеткенді құптайсың ба? Енді нарықтық қой, мына жақта $1000 береді, ана жақта $10,000 береді. Әрине мен шетелге дәл қазір осында да жұмыс болып тұрып кеткен адамды құптамаймын. Осында да соның интеллектуалына сай жұмыс жоқ болып тұрып кетсе, ол дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір мына жақта жүріп, өзінің жаңа бағытынан айнып, басқа жақта ешкім болмағаннан гөрі сыртқа барып, өзін сақтап тұрған дұрыс шығар, арада бір 5-10 жыл ең болмағанда. Менде бір сұрақ. Жарнамаларды қарайсың, оқисың, белорустардың әлемдік деңгейде шығарған дүниелері бар. Украиндықтардың, ресейліктердің түсінікті. Бізде неге ондай шықпайды? Енді первопроходцы дейді ғой. Олардан ең бірінші Украина мен Ресейден Google ашылған 2000 жылдар кеткен екен адамдар. Бізден негізі Googleға басқа шетелдік компания кетіп отқандар, міне алды 2010-да кеткендер. Сонда олар 10 жылға ертерек бастап кеткен бұл. Шетелге кетіп жұмыс істеп отыр. Содан жаңа біреу барады, программист болады, бастық болады, инвестор болады, сөйтіп жаңағы украинстарға хотя бы кеп лекция оқиды, ақша береді, сөйтіп жаңа жолын ашып жіберген. Бізден енді 10 жыл кейін болса, демек 2030-да ондай шығады деп ойлаймын. Жаңағы алды Google, Facebook'қа кеткендер шығарады деп ойлаймын сондай. Өздері шығармаса да мына жақтағыларға мүмкіндік береді. Түсінікті. IT туралы осымен жаба тұрайық, кейін қайтып келеміз. Дарын онлайн жөнінде былтыр карантин кезінде біраз көзге түсті, шықты, көптеген енді мектепке қатысы бар адамдардан естідік. Министр мырза бір-екі рет атап өтті. Жалпы бәсекелестік бар ма бұл салада? Бұл салада енді осы пандемияға дейін шынын айтқанда бәсекелестік болмаған. Пандемия кезінде жаңа министр Асхат Қанатұлының дұрыс шешімі деп айтылам, бірнеше жобаны кіргізуге арқасынан нарыққа бір бәсекелестік қалыптасты.
Бірақ бұл бәсекелестік әлі де бір керемет жаңағы прозрачный емес. Таза емес. Неге десеңіз, 2010-нан бері кіріп алған жобалар бар, 10-11 жыл бойы. Жаңағы тамырымен кіріп кеткен. Яғни сіңісіп кеткен сол жерге. Білім беру орындарына. Енді білім беру орындарында әрдайым таңдау құқығы болмаған. Не үшін болмаған? Себебі басқа жоба болмаған. Қазір енді олар басқа жоба бар екенін білсе де ан жаққа үйренісіп қалған. Содан да кеткісі келмейді. Ол бірінші. Екінші, мүмкін жаңағы сол жердегі басшылықтың жаңағы жобалармен жұмыс істесу ыңғайлы. Қай жағынан ыңғайлы? Енді бұрыннан жұмыс істесіп қалған, қазір өзгерту көп өзгерткісі келмей, көп ойланғысы келмей, бұрынғы үйреніп қалған деген. Сол басымдық сондай болып тұр ма? Біздің қоғамда сол несі болып тұр ғой қазір бір. Минусы дейміз ба, әйтеуір әрдайым өзгеріске дайын емес. Зона комфортында қала бергісі келеді. Бұрыннан үйреніп қалған, оны ойланып, зерттеп, талқылап, анализ жасап, соншадан басын құрап, ұнай ма, ұнамай ма, дауысқа салып, содан кейін шешім қабылдау деген бізде жоқ. Былтыр қанша пайыз болды? Былтыр енді біз нарықтың 25-30%-ын алдық. Бұл B2G нарығында, яғни мемлекетпен тапсырыс жасау. Бірақ біздің жобаның бір ерекшелігі және бұрыннан о баста басталғандағы форматы бұл нарықпен жұмыс жасау, халықпен жұмыс жасау. Енді есена ата-аналардан, оқушылардан сұрасаңыз, бізді көбісі білет және жақсы көреді. Біздің жаңағы конкуренттерден қарағанда. Ал мұғалімдерден және директорлардан сұрасаңыз, бізді сәл азырақ жақсы көруі мүмкін. Бірақ ең бастысы біз ата-ана мен оқушыға акцент қойып отырмыз. Жақсы. Биыл қалай болып жатыр? Қанша қолданушы бар? Биылда да сол сақталып тұр. 25-30%. Қолданушылар саны 3-8 миллион. Себебі бірінші сыныпқа келгендердің бәрі де тіркелуде бізге. Біз бірінші сыныптың сабақтарын тегін ашқанбыз. Бірінші сыныптың балалары келе салып жаңағыдай оқысын, білімін арттырсын деп кез келген мектепке. Қолданушы саны жаңа айттым, 1500-дай мектеп бізбен оқуда. Алдағы уақытта негізі бүкіл мектептердің барлығы осындай бірінші интернет желісіне, содан кейін біз сияқты платформаларға қосылуға ынталы. Неге десеңіз, бұл пандемия болмаса да, онда ол қосымша білім беруге форматын автоматын өзгереді. Бұрын негізгі білім беру көзі болса пандемия кезінде. Қазір мына пандемия біткеннен кейін бұл қосымша білім. Яғни ауырып қалған балалар, сабаққа келе алмаған балалар және мүгедек балалар солар бізге кіріп оқи алады. Ертең ауа райына байланысты да қолдануға болады ғой. Әрине. Жоқ, мысалы түсінбей мектепке келіп тұрып, түсінбей қалса да біздікін қайтып көріп, түсінігін арттыруға болады. Жақсы. Осы онлайн оқу арқылы қаншалықты қай деңгей болды, қалай қабылдады, жалпы бұдан пайда болды ма? Ата-аналарға, балаларға деген сияқты анализ жасадыңыздар? Біз анализ жасағанда 42% бала онлайнға икемделген. Яғни керісінше оларға ұнайды, олар өздерінің білімін сол жерден жақсы арттырды. 33% балаға сүйемелдеу керек, әрдайым көмектесіп отыру керек. Енді онлайнда қалай көмектесесің, онсыз да физикалық алыс тұр ғой. Біз сол үшін дарын тичер деген ойлап таптық. Кез келген бетте отырып, кнопка әрдайым қасынан қалмай жүреді. Басып қалсаң, Қазақстанда онлайн отырған мұғалімдерге звонок кетеді. Бір уақытта кім бірінші алады, сол сөйлеседі. 1 минут 60 теңге тұрады. Максимум 5 минут сөйлесуге мүмкіндік бар. Сонда сіз 300 теңгеге сұрағыңызды алу арқылы ары қарай кете бересіз. Мүмкін сіз бірақ 1 минут сөйлесуіңіз мүмкін 60 теңгеге. Сонда сіз барьер болмайды сізде. Неге десеңіз, осы уақытқа дейінгі білім беру жүйесі мұғалімге қарай бағытталған да. Экосистема ортасында мұғалім тұрады. Яғни мұғалім қашан бос, сол кезде сабақ өтіп алады. Мұғалім репетитор қашан бос, соны уақытысына қарай икемделу керек. Ал біздің мына жүйеде оқушыға икемделеді барлығы. Неге десеңіз, оқушыда дәл қазір ынта бар сабақ оқуға. Оны кешкі сағат 5-ке шақырсаң ынтасы болмай қалуы мүмкін. Енді тағы бір айтайын дегенім, 25% бала бар. Бұл мүлдем онлайнға икемделмеген. Себебі фундаменті төмен, фундаменті жоқ. Оған бірден бір себеп бастауыш сынып мұғалімдерінің мүмкін сапасының, білім беру сапасының төмен болуында, және бастауыш сынып оқулықтарының мүмкін сапасының төмен болуында, және ең бастысы бұл жерде мұғалім оқулықта емес, ата-ананың өзінде. Ата-анасы мысалға кез келген ата-ана енді санды қосуды, әріпті жазуды баласына өзі-ақ үйрете алады. Ол мектептегі мұғалімге сілтемей.
Әсіресе онлайн кезінде осының көкөсін жаңағы ата аналар өздері көрді. Және аталар көрген кезде аталар өздері қайтып оқып білім жетілдіріп алды. Бастауышыны енді фундамент. Бастауышын емес, мысалы үшін. Жалпы үлкен сыныптарда ол дұрыс айтасыз. Логарифмді үйренгендер де бар, тарихты қайталағандар да бар. Бірақ оның несі жаман? Халықтың жаңағы білім несі артады ғой, білімділік көрсеткіші. Әртүрлі ұсыныстар бар ғой. Мынаны өзгертсе қалай болады, мынаны өзгертсе қалай болады деген секілді. Ұсыныс көп есін аға, бірақ мен бір нәрсе айтқым келеді, онлайн білім деген, мен өзім отырып зерттеп, 19 ғасырда бірінші кино деген пайда болды ғой. Сол кезде театр қоюшылардың барлығы күлген екен бірінші. Киноны кім қарайды? Бұл деген живой емес қой деп. Сол 1907 жылы театр жаңа қоюшылардың бір құрылтайы болады екен Европада. Сол кезде олар айтқан екен, мынау киноның болды енді, тағдыры бітті. Болды. Біз театрдың несін көбейтейік, жаңа театр тәрбиелеушілерін көбейтейік, жаңағыдай соған академиялар ашайық, өйтейік, бүйтейік. Бірақ 1930 жылы кино енді салыстырмалы түрде жеңіске жетті дейді театрдан. Қазір енді былай қарасаңыз, анау Голливудта түскен киноны Индияның немесе Қазақстан, Өзбекстанның бір түкпіріндегі бір қалада көрсетіп отыр. Біз тура осылай салыстырамыз. Театр бір офлайн дәстүрлі білім, онлайн білім бұл кино деп, кинофильмдер. Яғни бұл дами береді, бірақ қай форматта даму керек, оны уақыт көрсетеді. Ол бүйтіп мұғалімді түсіріп қойып, мұғалімді сөйлету емес, бұл уже edutainment, жаңа өзіңіз айтқандай, бұл кино сияқты форматта дамитын болады онлайн білім. Яғни жаңа бала сол бір сериалдың ішінде жүргендей білім алатын болады. Енді сол бағытта біз дамып жатырмыз, сол бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Осы Астанадан көрдім. Қандай көзілдір киіп тұрып, көзілдірге емес бір құрылғы бар, сол арқылы бірден Швейцариядағы бір неде, сол жақтан отырып білім алып жатқан сияқты болады. Біз осы онлайн білім арқылы, онлайн білім беру арқылы балалардың бір шынайы көп дүниесін жоғалтып алмаймыз ба? Адамдық тұрғыдан қарағанда. Енді технология біраз нәрсені шешті. Мен ойлаймын, адамдардың эмоциясында шешетін құрылғылар пайда болады. Уже жаңағы сіз құлағыңызға жаңағы құлаққап кию арқылы, жаңағы көзілдірік кию арқылы қызыңызды сезе алатындай деңгейге жетесіз. Қызыңыз жаңағы өзінің құрбыларын сезе алатындай деңгейге жетеді. Және бір кабинетте отырып сондай деңгейге жетеді. Бірақ мен ойлаймын, жаңағы кинолар пайда болғаннан кейін кинотеатрлар пайда болды. Сол сияқты бір онлайн оқитын клубтар пайда болатын сияқты. Сол клубқа барып адам сөйлеседі, араласады. Бірақ бұл сала бәрібір де спорт, өнер, тәрбие саласына келтіру қиын деп ойлаймын. Бұл салаларды жалпы мынау торговый центрлар немесе қоғамдық клубтар пайда болады. Сол кезде мектеп жалпы хард дейді ғой, жаңағы қатты білім. Оның бәрін осылай ала беруге болады. Ал жұмсақ жақты жаңағыдай бір жерлерде кездесіп қана. Бірақ ол кездесу тек қана мектепте болу деген шарт емес. Біздің енді ойымыз солай. Енді бұны біз жасамасақ та бәрі Google жасайды, Яндекс жасайды. Сосын отырамыз ертең неге шетел. Айналып келген кезде осыған келеді ғой. Келеді айналып. Қаласақ та қаламасақ та. Енді оны қаласақ та қаламасақ та келеді, бірақ өзінің ұлтымыздың тәрбиесі, өз ұлтымыз үшін біз жасасақ жақсы болады қоғамға. Сол ұлттың адам жасаса жақсы болады. Бәсекелестік керек пе? Керек. Көп мықты компаниялардың кіргені керек бізге. Шетелден. Шетелден. Өзіміздің өзара бәсекелестік. Енді ол шетелдік компаниялар планканы көтереді, келіп мықты жұмыс жасап. Ал өз компанияларымыздың арасында мүмкін жаңағы бір-бірін озамай немесе сәл озып қана зона комфортта жүру мүмкін. Бір мысал келтіремін, тамақ тасу бойынша жергілікті Чокофуд деген компания 10 жыл ба, 8 жыл бойы бізде жұмыс жасайды. Рынокта бірінші, Glovo мен Volt деген кіреді, жаңа компанияның үлесін 10%-ға қысқартып тастайды. Сонда қалай? Сен ауылда атамансың, бірінші орында. Шет жақтан біреу келеді де, сен бір ұрып қалады былайша айтқанда. Сен екінші болып қаласың. Үшінші болып қаласың. Үшінші. Соңғы үші үй керек бар, үшіншісің сен. Сонда ол қалай? Демек сен жаңағыдай ғой, ауылда бірінші болдың, себебі саған ешқандай не болған жоқ та, дұрыс бәсекелестік болған жоқ. Жалпы бәсекелестікке ашықсың. Ашықпыз, бәсекелестік болу керек. Болу керек. Адамда таңдау болу керек. Адамда таңдау болу керек. Таңдау шексіз болу керек пе, әлде
бір белгілі бір неде, мысалы үшін дәл осы сендер сияқты Дарын онлайн сияқты Қазақстанға шамамен қанша осындай платформа керек деп ойлайсың? Мен ойлаймын бір 5 керек шығар деп. 5 шақты. Әрқайсысының әртүрлі жағынан дамығаны болады, бірақ мектеп өзінің ыңғайлысын таңдайды. Мысалға, Ал мектеп осы жерде тағы да бағана сұрақ туындайды ғой, өзі бір нәрсеге үйреніп қалған мектепте. Олардың ойын өзгерту жөнінде жұмыстар жүргізіп жатсыздар ма? Енді бұл ойын өзгерту бойынша жаңағы YouTube'да әртүрлі сериалдар қазір оқушыларға арналған шығып жатыр ғой. Бірақ біз оқушылардың, ата-аналардың ойын өзгерткенмен шешім қабылдайтын өкінішке орай мектепте 2-3 адам. Ол директор, ол оның орынбасарлары. Және бұхгалтер. Болды. Мұғалімнің өзінің жаңағы сөзі өтіп тұрған жоқ. Мұғалімдер айтады, біз сендермен оқығымыз келеді дейді. Бірақ бізге айтты осымен оқисыңдар болды. Неге десең, түсінікті ғой, неге біз тыңдамайды. Дарын онлайн жөнінде негізі былай көпшілік білет, әсіресе мектеп жасындағылар, сабақ беретіндер енді. Ендігі кезек Ордаген жайлы. Ордаген жұмысын бастады, Ордаген жұмысын бастағанда міне 9 ай болды. 9 ай болды. Жұмыс әлі көп. Жұмыс жетеді. Жұмыс жетеді. Жұмыс 1 жыл емес, 2 жыл емес. 10 жылға жоспарланған. 10 жылға жоспарланған. Қанша қамтимыз деп отырсыңдар? Қаншалықты? Ең бірінші Ордаген деген аты Орда Generation. Орда құратын ұрпақ. Жаугершілік заманда 30-ыңда орда бұз, 40-ыңда қамал ал деген. Бұл енді мотивация ғой. Жаңа батыр бол, ақылды бол, әйтеуір бұз. Бірақ қазір бұз деген негатив қой. Онда біз құр деп отырмыз. Соқ. 30-ыңда орда құр, 40-ыңда қамал соқ деп. Дәл сол бағытта мына 2013 жыл туылған балалар біздің клиенттеріміз, біздің тұтынушыларымыз. Қазір жастар 10-11-де ғой. Содан былай қарай 30 жыл санайтын болсақ, 2040-та біздің контент арқылы өскен балалар болашақта шынында да 30-ында орда құратын, 40-ында қамал соғатын, яғни елімізді гүлдендіретін балаларға айналдыру керек. Ол үшін біз неден бастадық? Былай ойландық, мультфильм түсірейін десек, персонаж жоқ бізде. Мынау еліміздегі персонаждар Қожа Насыр, Алдар Көсе, сосын барып Ертөстік дегендер бар, Совет кеңес үкіметі кезінде сіздердің кезде жазылған. Оның алдында жазылған бай деген жаман, бай деген сараң, бай деген жаңағы үлкен, бай деген халыққа көмектеспейді. Алдар Көсе шығады, жаңағы байды алдап халыққа көмектеседі. Бір коммунистік партияның бейнесі сияқты. Қазір ондай емес қой. Қазір нарықтық заман, біз өзіміздің құндылықтарымыз қайтарып жатқан заман. Сондықтан біз сол персонаждарды құрастыру мақсатында 1000 ертегіні заманауи ертегілер жазып шықтық. Бұл жерде 1000 ертегін жазудың өзіне міне 1 жыл уақыт кетті. Бірақ біз ертегі жазатын адамдар бар ма қазір? Енді бізде жазушылар одағы деген бар ғой, сол жерде балалар әдебиеті деген бір не бар, бөлім бар. Бірақ өкінішке орай балалар әдебиеті деген бөлімнің жаңа классик жазушылар бәрібір ана бұрынғы сарынға кетіп қала береді. Жаңағыдай. Былай кетіп бара жатады да, қайтып өзі жолы қайт. Өзінің балалық шағына кетіп қалады дейсің. 50-дегі адам өзінің балалық шағына кетіп қала береді. Қазіргі мынау жастардың мысалы TikTok немесе басқа жағын қарамайды. Балалар әдебиеті қазір жоқтың қасы ғой. Балалар әдебиеті деген аты болғанмен заты жоқ қой. Заты жоқ, біздің кезімізде біраз балалар әдебиеті болған. Сіздерде болған, мысалы менің атым Қожа. Сайын Мұратбеков деген болды. Сайын Мұратбеков, Бердібек Соқпақбаев болды, біраз дүниелер. Қазір өкінішке орай ондай жоқ. Енді біз авторларды іріктеп жатырмыз, осы жаңадан бітірген, енді жазып бастаған, бұрын 1-2 жерге мақаласы шыққан, сондай бір 30 шақты автор жинадық. Жас көлемі 20 мен 40 жас арасында. Өзіңіз білетін жаңа Шығысхан деген жігіт бізбен жұмыс жасайды, өте мықты. Негізі көзқарасы жапондық неде, қазақи керемет дүниелер шығарып жатыр қазір. Осы заманға сай. Сонда 1000 ертегін жазуға 1 жыл кетті. Енді ол 1000 ертегінің ішінен қазір біз ойламаған ертегілер мобильді қосымшада 1-ші орынға шығып кетіп жатыр. Енді біз құрастырушылар ойлайды ғой, мына ертегі жару керек деп. Жоқ, басқа бір ертегілер шығып кетіп жатыр. Қаралымдары 70 мың, 100 мыңға кетіп қалған ертегілер бар. Бұл тек оқылады ғой. Оқылады және тыңдалады. Аудиосы бар. Аудиосы бар және оқу нұсқасы бар. Енді біз мобильді қосымшаны шығарып тегін аштық халыққа. Міне 1000 ертегі бар. Заманауи, еш жерде жазылмаған, бізде ғана. App Store'да және Google Play'да. Google
плейда аты Ордаген деп жазылған. Ордаген деп жазылған. Ордаген. Жүктеп алып тыңдай беруге болады, қарай беруге болады, тегін. 100 мыңнан астам адам жүктеп тыңдап жатыр. Күнделікті 15-20 мың адам пайдаланады. Ертегілердің тыңдалымы уже бір 10 миллион асып кетті ойын барын қосқанда. Соңғы бір 9 айда. Сонда қазір жанау ертегілер, біз ойламаған ертегілер бірінші орынға шығып тұр ғой. Біз сол ертегілерге енді мультфильм түсіріп бастайын деп отырмыз. Бір үшеуіне түсіріп көрдік. Әзірге қатты сәтті деп айтамаймын. Себебі мынау ертегі табатын мамандар әйтеуір табуға болады, жазатын. Мультфильм салатын мамандар мүлдем жоқ. Қалай жоқ? Мультфильмдер бар ғой, жасап жатқандар бар. Жасап жатқандар бар, бірақ олардың бәрі жаңа объемдармен, балапан объемдармен, нелермен бос емес. Біз енді олармен бірге жағаласып тағы да мына біздікін де істейін десек, мүмкін біз көп ақша бере алмауымыз мүмкін. Иә, мүмкін олардың талаптары бізге ұнамауы мүмкін. Сондықтан біз өзіміз команда құруымыз керек. Және ондай команда құру барысында біз түсіндік, тек қана алып, оқытып, дайындап 1-2 жыл күту керек. Және ол қалса ол командада. Енді қалатындай қылып тәрбиелейміз деп ойлаймын. Осы уақытқа дейін бір 50 шақты адам тәрбиеледік нөлден. Бүгін холдинг негізі нөлден шыққан, тәрбиеленіп, өз-өздерін дамытқан адамдардан құралған компания. Мамандарды алған кезде қай несіне қарайсыңдар? Қасиет дей ме, қандай жаңағы? Skills дейді ғой жаңағы, иә. Мен білмеймін енді. Сендер білесіңдер ондай сөздер. Қазақшасын ұмытып тұрмын. Skillsдарына қараймыз. Біз ең бірінші адамгершілік жағына, жаңағыдай мынау адами жағына көп қараймыз. Содан кейін барып профессионалдығына қараймыз. Содан кейін барып оны дайындаймыз. Бізге жаңадан студент болып үйренгісі келеді. Яғни өзінің принциптері бар адам керек. Принцип болған кезде, мысалы, ұстанымдар. Енді бірінші елге бір нәрсе істесем деген адам. Екінші ешкімді жаңағы алдамауды үйренген адам. Үшінші жаңағы бағалап үйренген адам, құндылықтар. Себебі қазір бүйтіп қарайды да, осыған бол ақша сұрап тұрма дейтіндер бар ғой. Оның артында қанша еңбек жатқан көрінбей қалады. Мысалы кинода да былай қарасаң, несі оператордың жұмысы көрінбей қалуы мүмкін. Режиссердің аты шығып кетеді бірақ дегендей ғой. Сол сияқты жаңағы компанияда немесе бір ортада директордың аты көрініп, бірақ артында ғана мысалы офис менеджердің несі көрінбей қалады жұмысы. Сол сияқты соны бағалап үйренетін адамдарды біз тартамыз жұмысқа. Енді Есен аға бір бұйыртса, мен сізге айта аламын, 1,5 жылда бір 10 мультфильм шығаратындай команда құрамыз. Әзірге. Бірақ біз 10 жылға план қойдық қой. 10 жылда біз мықты мультфильмдер шығарып, персонаждар шығарамыз. Сосын соған ойыншықтар, киімдер. Балалар соны алып киіп ойнайтындай. Сосын барып ойындар, кәдімгі телефонда ойнайтын, сол біздің персонаждармен ойындар. Кез келген 2 бала қосылып бір-бірімен ойнай алатындай. Жазда ауылға бардым. Сол кезде бір ағамның балалары тек қана қазақша сөйлеп жүрді. Оны енді жаңағы балалар болғанда немерелері. Оны тікелей жаңағы жеңгем айналысады. Балалардың тәрбиесімен сөйлейді, соларға ертіп оқиды. Бір ағамның қызы тілі түсініксіз. Меніңше бір Жапон, Қытай араласып кеткен ба, оның көретін мультфильмдер сондай екен. Бір балалар таза орысша сөйлеп жүр. Енді орыс тілді. Сол кезде бұның бәрі көретін мынау ғой енді. Енді бұны жоқ көрсетуге болмайды, бұл керек емес деп айтқанмен, ол қаласақ та қаламасақ та бұл біздің өмірімізде бар дүние. Яғни осының ішіндегі кейбір дүниелерді өзгерту керек, и осыған байланысты ата-ананың да балаларымен жұмыс жасауына бізде ықпал етуіміз керек. Қоғам болып дейді ғой енді, айтып жатырмыз. Енді сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңызда жаңағы Ордагендегі мультфильм деп жатыр ғой. Бұл тек қазақ тілді балаларға арналған ба, әлде осы елдегі басқа да ұлттар бар ғой? Соларда осы қазақ тілін жақсы көріп кету дегенге бір жұмыстар бар ма? Енді бизнеси тұрғыдан келген кезде 80% қазір қазақ тілді отбасылар. Оны мектепке барып жатқан балаларын ақ білуге болады. Бірінші осы ресурстың барлығын қазақ тілді балаларға жасадық. Және қазақ тілін үйренгісі келетіндер, одан кейін барып басқа да ұлттар осы қазақ тілін білетін, қазақ тілін сөйлей алатын соларға. Ары қарай бейімдегіміз келіп жатыр, субтитр қосып, бір-екі жерінде жаңағыдай түсінікті анықтамалар қосып деген сияқты. Бірақ қазақ тілінде де барлығы. Субтитрдің өзін қазақ тілінде. Себебі ана естіп бірден түсінбейтін адамдар бар ғой. Астында қазақ тілінде жазылып тұра береді. Және ертегінің бәрі қазақ тілінде, енді оқып, қайталап оқи алады, тыңдай алады деген сияқты.
Кирилше бул. Кирилше бул. Кирилше. Азырча кирилше эми биз билбей турбуз го кайсысы накты кабылданды. Латын. Иә. Бул болашакта мындай болуу мүмкүн ба? Мисалы үчүн мен мына Ресейди араладым, оңтүстүктө мына көршүлөшүп аткан бизге туус калктар бар го, соларга барган кезде биздин кинону көп карайт. Биздин жаңа багдарламаларды карайт, биздин әндерди тыңдайт. Себеби өздөрүндө ондай жеткиликтүү эмес нелер бар да. Мисалы, YouTube'дан да карасаң, көршүлөс элдер көбүрөөк карайт. Бул болашакта мисалы үчүн осуну сол элдин тилдерине аударып, немесе бир жартылай аударып ба, солардын да балаларына акпал этетиндей жоспар жок ба? Нарыкты кеңейтүү боюнча мына түркү тилдес элдерге орда кенинин биринчи казак элинде жакшылап дамып алып, туура осы контентти түркү тилдес элдерге жаңагыдай модификациялап, өзгөртүү оюнда турган жоспар. Бул алдагы 15 жылдын жоспары. Жаңагы айтып атырык го, негизи Кожо Насыр жаңа биздин түркү элдеринин бәринде бар. Бизде гана эмес да. Енді өздерін ортақ кейіпкерлер көп былай қарасаңыз. Неге десеңіз, бәріміз енді бәрібір бір кезінде бір неден шықтық қой, отбасылық семействодан шықтық. Сондықтан біздің жасап жатқан қазақ ұлтына жасап жатқан құндылық осы ұлтқа басқа ұлттарға бір 70-80% келеді. Ары қарай енді өз тіліне бейімдеп жіберсең, ары қарай түрлерін кішкене өзгертсең, персонаждардың ары қарай ол өту керек. Енді біздің алдағы кәдімгі бизнес жоспарымыз ол нарыққа да кіру. Және ол нарыққа да жаңадан контент дайындамай, біздегі піскен контентті беру. Сол елдің тілінде, сол ұлттың өзінің жаңағы өзіне сәйкес икемді түрінде беру. Мынадай пікір бар енді, мемлекет араласқан дүниелер ол өте нашар шығар, мемлекет нашар менеджмент деп. Бұрынғы әріптесім Нұрлан айтты. Жалпы бұл жобаларды мемлекет қолдау керек деп ойлайсың ба? Қолдаса да қай жағынан қолдаған дұрыс? Мемлекет осындай ұлтқа жасалып жатқан көп жобаларды мен ойымша ақпараттық түрінен қолдау керек. Насихаттау керек. Иә. Мысалы Дарын онлайнда министр шықты да айтты. Қолдады. Министрдің сөзіне қаншама адам енді қарап отқаннан кейін, ары қарай біздің жоба дамыды. Министрлік бізге 3 миллиард теңгеге шамалас пиар жасап берген. Неге десеңіз, онлайн білім беру платформаларына бір адамды алып келу 1000 теңге тұрады. Бізге 3 миллион адам тіркелді деген сөз, 3 миллиард теңгеге пиар жасалды. Неге мемлекет мысалы осы нәрселер жасай бермейді? Ақша бермей-ақ қойсын. Барып бір здание соғып бермей-ақ қойсын. Тек қана осылай ақпараттық насихат қолдау жасаса, қаншама телевидение тұр, қаншама жаңа ұлттық каналдар тұр, барлығын тек іріктеу бір комиссиясы болсын, немесе мүмкіндік беріп көрсін бәріне. Қанша платформа бар, бәрің мынау неге келесіңдер, давай бір апта сайын сендерге жасап берейін. Тек қана жаңағы шектеулі 2-3 қана компания емес, барлығын жасап берсін. Халық өзі таңдап алады сол жерден. Қолда тұрған зат қой деймін да. Ордагенге байланысты айтып отырмын мен де Ордагенді айтып отырмын. Мысалы, қаншама кітаптар шығып жатыр, қаншама кітаптар дейді, халық білмейді. Халық қалай білсін, мысалға бизнес бүкіл ақшасын контентке жұмсаймыз да, жарнамаға тағы да сонша ақша жұмсау керек, шамаң жетпей қалады. Мемлекеттің қолында тұрған ұлттық каналдар бар, не бар, соны айтса мысалы қолдау ғой. Жалпы кітаптар шығарылымға шықты ғой, шығарылымда ғой? Шығарып, Есенаға 5000-нан көп кітап саттық. Біз не үшін? Біз негізі біздің қазір әлеуетіміз, мысалы, Ордаген Дарын онлайн бұлар енді ағалы інілі ғой. Бұл Дарын онлайн әлеуетімен біз 100 000 кітап сата аламыз. Бірақ біз тексеріп, апробациядан өткізіп отырмыз. Қателіктер болса бірден өзгертіп, жаңа грамматикалық, стилистикалық қателерді өзгерту арқылы бір 3-4 несіне жеттік анау шығарылымына әр кітаптың. Сонда бізде қазір 7 кітап бар екен. Енді осы жылдың соңына дейін жоспар 50 000 кітап сату. Апробациядан өткен. Одан кейін келесі жылы 200-300 000 кітап сату деген жоспар. Сұраныс бар ғой. Енді қызығы сол ғой, мобильді қосымша тегін, бірақ ата-аналар жаңағы бізге сұраныс деген жерге жаза береді. Кітабы бар ма? Себебі бәрібір де баласына жаны ашиды, немесе баласына телефон көп беруден қорқады. Және кітаптың өзінің бәрі күші бар ғой, энергетикасы бар. Сондықтан кітапқа деген сұраныс именно сол приложениені тегін пайдаланатындардан көп болып отыр. Кітап оқу мәдениеті қалыптасады.
қалыптасып жатыр десем де болады. Жоқ, қалыптасады, егер осындай қылып жаңа сұраныстар болатын болса. Әрине. Содан кейін негізі алдында да айтып жүрдік, 6 жасқа шейін, мысалы балапан жаман жақсылы әйтеуір қазақ тілінде көрсетеді, 6 жас пен 12-12-ден 16-ға шейін аралықта ештеңе жоқ. Видео қазір кішігірім дамып жатыр, сапалы деп айта алмаймын, сапасыз әйтеуір балалардың өзінің жаңағы бір кейбір орталықтар бар, шығармашылық орталықтар, жаңағы балаларды келіп ақшасына түсіреді, видео шығарып жатады. Кітап туралы мүлдем жаңағы өзім білмеймін. Сіздерде сондай не бар ма? Мысалы үшін 6 жасқа шейін мынадай, 6-дан 12-ге шейін мынадай. Енді мысалы Ордеген басталып, Ордегеннің тағы да сосын ары қарай кете беретін. Тек қана біліммен ғана шектелмейді. Осындай бір балаларды жаңағы оқулықтар болсын, кітаптар болсын, енді мультфильммен шектелмей ары қарай басқа да контент жасау. Контент жасау. Енді бүгін холдингтің негізгі миссиясы тал бесіктен жер бесікке дейін адамға білім, мәдениет, тәрбие жағынан барынша дамыту арқылы оны табысты және бақытты қылу деген. Яғни біз бала туылады, жаңағы Ордегеннен өтеді, сосын Дарын онлайн, Дарын онлайннан кейін мектеп, университет сабақтары, яғни мамандық игеру сабақтары, сосын жаңағы жұмыс табу платформасы. Енді сіз айтқан жерге келсек, біз 0 мен 3 жасқа дейін қазір бәрібір қанша айтқанмен ештеңе бере алмаймыз. 0 мен 3 жастағы бала тек қана ақпарат негізі 3 түрлі жолмен өтеді. Нота, сан және әріптер. Оларға тек қана қазір не? Нота. Яғни музыкалар. Бала мысалы 1 жастың өзінде билеп атуы мүмкін. Демек 0-ден 3-ке дейін біз сондай әндер шығаруымыз керек. 3 пен 6 жастың арасында бала бір нәрсені құрастырып, ойнап, бір нәрсені бояп, жаңағы уже әріптерді тани бастайды. Және мультфильм міндетті түрде. Ал 6 жастан кейінгі балалар 12 жасқа дейін көбірек біз қазір негізгі жұмысымыз осы екен. Қазір 6 мен 12-ның арасында жұмыс жасап жатырмыз. Негізгі жұмыстар. Негізгі жасап жатқан біздің жұмысымыз осы Ордеген 1 жылдық жұмысы 0 мен 6 емес, 6-12. Енді біз мына жаққа түсуіміз керек және 12-ден өзіңіз айтпақшы 16-ға дейін баруымыз керек. Енді осы бізде бүгін Entertainment деген жобамыз бар. 1 қарашадан бастап жоспарлап отырмыз. 6 жас пен 16 жас балалардың арасынан көптеген пайдалы, қызықты сериалдар, подкасттер, аудио подкасттер, көптеген лайфхактар түсіріп, балаларға контентті қазақ тілінде беруге. Енді 1 қарашадан бастаймыз. Есін аға, сіздің көп кеңесіңіз, ақылыңыз керек болады. Хабарласамыз. Ешқандай қарсылығым жоқ. Мен осы жөнінде айтып, өзіңе де көрсеттім талай. Негізі жоспарлар бар еді. Мен біздің ең үлкен қателігіміз енді жоспарлағанмен бұны коммерцияға айналдыру кішкене қиындық соғады. Себебі жаңа өзің айтып отырсың, мемлекет тарапынан тек қана бір насихаттау болмаса, оның ақшасы аса бір қажет жоқ. Оны өзіміз іске асырамыз, тек насихаттау жағы. Енді жалпы енді қазіргі баланы қолына компьютер беріп алдай алмайсың. Бұрын мысалы үшін шектеулі бір ғана канал немесе 2-3 канал болды. Қалған уақытында кітабын оқиды, далада ойнайды. Қазір телеарна енді бұрынғыдай аса қалмаса да телеарналар бар. Радионы білмеймін. Қазір барлығы әлеуметтік желі. Яғни ақпарат жан-жақтан қаптап келіп жатыр. Оны ешкім былайша айтқанда жақсы жағында, жаман жағында оны бір аңғармайды, себебі фильтр бар ма жоқ па дейсіз. Фильтр бар ма жоқ па деген секілді. Сондықтан да мынаған төтеп беруде ол оңай шаруа емес. Бұл енді тек қана барлығын бір өздерінің мойындарына ала беруде ол оңай шаруа емес. Сондықтан да меніңше бір жаңағы жан-жақтан ақылдасқан түрде бірнеше осындай ұйымдар болатын болса, ол кім біледі, мысалы аймақтарда бар шығар. Басқа бір жақтарда бар шығар. Сондықтан да олармен де осындай ақылдасқан, кооперация, бірлік керек. Себебі біреуі толтырып отыру керек деген секілді. Біз мысалы үшін дайынбыз. Бізде қаншама дүниелер бар, дүниелер болды. Кезінде осы жоба жөнінде талай жоғары жаққа алып бардым, бірақ өкінішке қарай енді бұл жаққа бармайықшы. Жақсы. Бұл енді жаңа компьютер жөнінде айтып жатырмыз ғой. Сондықтан да бұлардың сапасы және балаларды қызықтыру жағынан үлкендер де қызығатындай мына бір жақсы дүние болса екен деген сондай бір ниет бар, қолдан келгенше. Ең бастысы бастау, сосын және тоқтамау. Ол ұнай ма, ұнамай ма деген уже
уақыт өте келе оны Уақыт өзі өте келе, нарығы сапасы артса. келеді. Өзі нарық не істеп алады, өзі Реттеп алады. реттеп алады оны кез келген. Жайдарман мықты жоба ғой мысалы. Жол кезінде 12-16 жасар балаларға тақпырлық, шешендік, өз-өзін көрсету деген. Біздің де миссиямыз сол. Ең бастысы кез келген ортада өз орнын табу. Сосын бұл бірінші кезек сауаттылық. Сауаттылық болғанда ізденіс, жан-жақты қарау, анадан бәсекелестік. Ең соңғысы бұл мемлекетшіл жас, яғни осы елді көркейтем деген сондай не болу керек. Жалпы қоғамдағы болып жатқан көптеген түсінбей жатқан нелер бар ғой, қазір бір тез өзгеріп кетіп жатыр көп дүние. Бұның барлығы түбінде келген кезде сол сауаттылыққа келіп тіреледі. Яғни адам ақ қарасын ажырататындай сондай деңгейде болса екен деген. Әсіресе жаңа мектеп бітіргенге дейін. Иә. Себебі осы уақытта көп жағдайда енді мен әлеуметтік желінде барынша қарап отырамын, сөздің ашығы кейде жаңағы хайп жасаймын деп, немесе бір тез танылу үшін сондай бір қадамдарға батады, оған ет үйреніп кетіп жатыр көпшілігі. Солай. Сондай жобалар бізде есен. Жақсы, өте керемет. Енді көпшілігін, сосын ең бастысы енді IT мамандар табылады ғой, IT мамандар бар ғой, бірақ ең бастысы бұл бірінші кезек идея сияқты. Ой, креативті ой, қызықты, тартымды, дәмді, баурап алатын, үлкеннің де, кішінің де сол бір қараған кезде ой бір мынау бір жақсы керемет не екен дейтін, соған сондай дүниелер көбірек болса екен деген тілек. Басқа? Рахмет сізге. Сонымен қатар тек қана жаңа түркі тілдес емес, енді басқа да үлкен нарықтар бар шығар. Орда деген бойынша түркі тілдес. Дарын онлайн бойынша мына оңтүстік шығыс Азия елдері. Былайша айтқан кезде Дарын онлайнның болашақта шығатын нарығы 100 миллионнан көп халқы бар және 3-ші деңгейлі елдер. 3-ші деңгейлі елдер. Себебі 3-ші деңгейлі елдер білім сапасы төмен болғаннан кейін 3-ші деңгейлі елдер. Керісінше білім 3-ші экономикасы нашар болғаннан кейін білімі нашар деген сөз емес. Білімі төмен болғаннан кейін әлі экономикасы нашар деген сөз. Өкінішке орай бізде сол тараптамыз. Яғни білім бірінші кезек. Білім мықты болса, өзіңіз айтқандай сауатты болса, адамдар мықты неге айналмай ма? Маманға. Мықты маманы бар елдерде мықты менеджмент болады. Мықты менеджменті бар елде мықты ел болады. Және кейде айтып жатады ғой, анау күні әлі мынау келді өтеді, негізі сауатты, білімді адамдар болса, олар өзінің құқығын қорғай алады. Қай жерде не айту керек, не жазу керек, нені орындау керек, оны салқын қанды түрде шешу керек. Айқаймен емес. Иә. Ол айқаймен бір рет өтер, екі рет өтер. Білекті бірді бір жығар дейді. Иә, үшіншісінде оның уақыт етіп қалады. Сауаттылық білім ғой сен аға. Біздің елді мықты қылады. Сол үндемей жұмыс жасап жүрсіңдер, тек қана сәттілік. Іштеріңе кіріп көбірек тағы да білгіміз келеді. Енді мүмкін болашақта сондай бір бағдарлама жасармыз. Әзірге осы әңгіме сәттілік, жақсылыққа жолығайық. Қымбатты достар, келесі кездескенше жазылыңыздар, лайк дейме, дизлайк дейме, жалпы көбірек мән берсеңіздер. Рахмет.